Қайырлы күн достар. Бүгін дәмі тіл үйіретін әсіпті ерекше тәсілмен дайындаймыз. Әсіпті моншақ тәрізді және ұзынша етіп жасап көреміз. Ол үшін біз әуелі 400 граммдай фаршты аламыз. Содан кейін жүректі 300 граммдай бауырлы ет тартқыштан өткіземіз. Және бұған малдың майы қажет. Оған жылқының, сиырдың немесе қойдың майы жарай береді. Майды ұсақтап турап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Содан кейін жақсылап жуылған күрішті қосамыз. Үстінен 1 стакан сүт құямыз. Тұз бұрыштарды өз қалауымызша қосып, сарымсақтың кептірілген ұнтағын саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Жылқының немесе сиырдың немесе жасанды ішекті алып, дайын массамызды арнайы құралмен ішекке саламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, арасына жіппен байлап шығамыз. Яғни моншақ тәрізді және шұжық тәрізді етіп әсіпті дайындап аламыз. Әсіптерімізді манты қазанға салып, отқа қоямыз. Біраздан соң инемен әр жерінен тесіп, жарылып кетпес үшін ауасын шығарамыз. Қырық бес минуттай буда пісіреміз. Дайын болған әсібімізді табаға салып, дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, буда піскен өте жұмсақ әрі дәмді әсібіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.